Сәлем достар, сіздермен Тоғжан, және де бүгінгі видеода мен өзімнің сөмкемде не бар және ол қандай және басқа нәрселерді көрсететін боламын. Және де менің сумкамды, егер менің видеоларымды көріп жүрген көрермендер білетін болса, менің сумкамды кейбір видеоларда көруге болады. Ал бірақ егер сіз каналымда бірінші рет болсаңыз, каналға жазыламыз және де колокольчикті басамыз және видеоның астына лайк басамыз. Ал ендеше біз видеоға кірісейік. Міне менің сумкам. Міне сыртынан көріне өзі, міне. Мына жерде екі қалтасы бар, су салуға, бутылка салуға арналған. Мына жерде кішкентай қалтасы бар, және де мына жерде замоксыз. Ары қарай біз жіппен ашамыз бұл жерді. Міне осылай ашамыз. Және де көрейік ішінде не бар. Мен қазір білмеймін ішінде және жатыр. Бұл мектептен келгендегі қалай тұр, солай тұр өзі. Және де көрейік. Мұнда барлығы кітаптар. Бейчик тауып алдым. Так, сосын, так, не бар. Пенал бар. Міне, менде мынадай пенал. Және де, міне, менің пеналым. Наушник размешать етіп тұр. Және де, міне, ол былай липучкамен ашылады. Мына жерде замок пен. Ішінде қарындаштар, және де ұштағы шошыртқыш. Мына жерінде де бірдеңке салып қойға болады. Ал және де ең секретный бұл пеналдағы. Ол мына қалта. Онда бір қағаз жатыр, және де өшіргіш. Міне, мына жерден ашылады. Міне пеналымды жақыннан көрсетіп кетейін. Міне, мына жерде мешка тұр, гантель көтеріп тұрған. Және де мына жерде ағылшынша жазылып тұр. Юа, суперхеро, ағылшынша бірдеңе жазылып тұр. Және де бұны қойы тұрайық. Және тағы да не бар көрейік. Мұнда енді барлығы кітаптар. Күнделігімді көрсетіп кетейін. Көбілерінде осындай күнделік сияқты. Әйтеуір, класста көбінде осындай күнделік. Және де біз мына жерде біттік. Мына жерде кітаптар ғана. Ары қарай кетейік. Ары қарай бізде мына жерде туфли сүртетін губка. Бұл губка сумкамда жатыр. Неге екенін білмеймін. Алып тастаған жоқпын, себебі қазір барлығы етікпен жүреді. Етік сүртуге келмейді, сондықтан алып тастайық. Және де платочек. Микки Маус. Так, ағы не бар? Сумканың ішімен біттік. Онда кітаптар жатыр. Енді келесі кішкентай қалтам. Онда не жатыр, көз көреміз. Қолыма түскен тағдырым. Телефон. Бұл менің мектепте ұстайтын телефоным. Себебі мен мына түсіріп жатқан телефонмен мен ұстамаймын мектепке. Және де Nokia телефон. Көп кнопкалы білесіздер деп ойлаймын. Ал қазір мен түсіріп жатқан телефон ол Samsung J1 mini. Және де жан-жақтан дауыстар шығарса кешіріңіздер. Үйде түсіріп жатырмын. Келесі затқа көшейік. Ол айна. Мен кейде мектепке айнаға қарап тұрымды. Өшім сумкамда енді сала саған керек болады ма деп. Шын бет керек зат. Жарайды, келесі затқа көшейік. Келесі зат ол тарақ. Бұны айнамен бірге салған кішкентай тарақ. Шаштарап алуды. Жарайды, келесі нәрсе ол кошелек смайлик түрінде. Мұны менің ең сүйікті смайлигім, және де мен именно осындай кошелек таңдап алған болатынмын, және басқа да смайликтермен болған. Және де соның ішінде мен осыны таңдап алдым.
Және де бізде түкте де қалған жоқ сияқты. Міне біз мен сіздерге сөмкемді көрсеттім. Және де арғай ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жоқ. Ал видеомыз осылай аяғынсыз болып қалмас үшін мен бірнеше осы мектепке қандай заттарды ұстау керек, неме салу керек сөмкеге. Бұл менің ойымша, ал сіздер тағы да нәрселерді қоса аласыздар әрине. Және де ендеше кеттік. Міне мынау біздің әрбір қызға мектепке керек нәрселер. Бірінші ол орамал өте керек. Келесі влажный салфетка. Оны 3 в 1 деуге де болады. Көп нәрсеге жарайды. Және де үшінші ол ақша біраз. Ақша ол тіпті тамақ деуге де болады. Мысалы, қарның ашса, дүкеннен барып, әлде асханадан барып, бірдеңе сатып алуға болады. Сондықтан ақша өте керек. Келесі ол телефон. Телефон әрбірінде бар сияқты, және де тіпті оны ұмыта алмайсың да. Күн сайын мектепте ұстайсың. Бесінші ол тарақ. Тарақ ол, мысалы, шашын бұршық болып тұрса, тарақ жүруге болады. Мысалы, айнаны да алуға болады мен сияқты. Бірақ әрбірлеріңізде телефон бар деп ойлаймын, және телефонға қарап осылай тұруға болады. Келесі ол наушники. Наушники ең маңызды нәрсе емес, бірақ қоңырауда өлең тыңдап, сабақтан қайтқанда, сабаққа барарда тыңдауға болады. Бірақ сіздерге сабақта тыңдауға кеңес бермеймін. Келесі нәрсе ол су. Су өте керек нәрсе. Міне бұл барлық заттар болған болатын. Егер видео ұнаса лайк бас, каналға жазыл. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.